Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін ең оңай әрі жылдам дайындалатын тамақтың бірі тауық еті тамағы. Өте дәмі керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Ол үшін бізге алдымен ыдысымызға тауық етін салып, үстіне тұз, қара бұрыш, паприкамызды салып, сарымсағымызды үкіштен өткізіп салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып, үстіне жуамызды салып, картобымызды салып, жақсылап араластырамыз. Майонез салсаңыздар да дәмі өте керемет болып шығады. Енді қақпағын жауып, 1 сағатқа қойып алатын боламыз. 1 сағаттан соң қақпағын ашып, ыдысымызға салып, духовкаға 180 градуста 40-45 минут аралығында пісіретін боламыз. Мінекей, біздің тамағымыз дайын, өте дәмі керемет болып, картобымыздың өзі үгітіліп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Кешкі асқа және жылдам дайындалатын тамақтың бірі. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазыңыздар.